қазіргі таңда қоғамның арасында осы тура жолда жүрген адамдардың арасында осындай қисынсыз дұрыс емес сұрақтарды қойып адамдарды адастырып жатқан бауырларымызды көреміз. Яғни келіп, сен ханафисің бе, әлде матуридисің бе, сен өзіңнің наным сеніміңді түзеп алмайсың ба деп айтып жатқандарын білеміз. Бірақ бұл сұрақ қаншалықты рас, қаншалықты дұрыс? Негізі бұл сұрақтың қойылуының өзі дұрыс емес. Неге? Себебі Абу Ханифа болсын, Матуриди болсын, екеуі бір наным сенім, екеуі бір ұғым. Себебі имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бұл ақида жайында наным сенім бойынша ең бірінші кітап жазған адамдардың бірі. Ол кісінің 5 кітабы бар, барлығы осы наным сенімге байланысты жазылған кітаптар. Ал имам Матуриди ол сол уақыттан кейін хижраның 235 жылдары дүниеге келіп, бұл кісі Самарқандта дүниеге келіп, имам Абу Ханифаның жолын жалғастырып кетеді. Имам Абу Ханифаның ақидада жазған кітаптарының барлығын ретке келтіргенде дамытып кетеді. Абу Ханифа рахматуллахи алейхидің кезінде болмаған жаңа секталардың, тура жолдан адасқандарды сол уақытта көбейіп кеткен адамдарға әрқайсысына жауап айтып, олардың жолдарын дұрыс емес екендігіне шығарған. Әлгі ханафисің бе, әлде матуридисің бе деген сұрақтың дұрыс еместігі бұл мынау сұрақ секілді. Сен бір адамға келіп, сен қазақсың ба, әлде берішсің бе? Немесе қазақсың ба, әлде шеркешсің бе? Қазақсың ба, дулатсың ба? Қазақсың ба, сарүйсіңсің ба деп сұрақ қою секілді. Қазақ не, беріш не, екеуі бір. Қазақтың ішінен ол беріш. Дәл сол секілді имам Абу Ханифаның жолын жалғастыра кеткен ол имам Матуриди. Сол адастырып жүрген бауырларымыздың өзінен сұрайтын болсақ, имам Матуридидің өзінің кітабын оқып көрдің бе десең, ешқайсысы оқып та көрмеген. Имам Матуридидің кітабы, имам Абу Ханифаның кітабынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Ол тек дамытып кеткен. Бұны біз хадис болсын, басқа да салалардан болсын, бұны көп байқаймыз. Мысалы, хадис саласында ең бірінші кітап жазған ғұламалардың бірі, мысалы, Исхақ бин Рахуай, имам Бухари, имам Муслим, мысалы. Олардың әуелде немесе Ибн Салах, ол Ибн Салахтар осы кітапты жазғаннан кейін, оның артынан имам Науи келді, соны дамытып кетті. Бірақ мен Ибн Салахты ұстанбаймын, мен имам Науиді ұстанамын деп айту ол да дұрыс емес қой. Дәл сол секілді оның артынан Ибн Хаджар келіп дамытты, Бадруддин аль-Айни, оның артынан жаңағыдай имам Суйути, Сахауи секілді ғұламалар келіп, оны дамытып кетті. Бұны дамыту деп атайды. Бұны адасушылық немесе екеуі бөлек ұғым деп атамайды. Сондықтан да мынау матуридисің бе немесе ханафисің бе деген сұрақ бұл қисынсыз, бұл дұрыс емес болып табылады. Екеуі де, яғни имам Матуридидің имам Абу Ханифадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.